Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Біз жоғары оқу орнындағы білім беру үдерісі және оның жасанды интеллект көмегімен жобалау дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Жалпы қазіргі заманда жоғары білім беру саласы қарқынды түрде өзгеріп, цифрлық трансформация жаңа стратегиялық бағытқа айналды. Университеттер тек білім беретін орталық қана емес, сонымен бірге инновациялар дамытатын, жаңа технологияларды енгізетін, ғылыми нәтижелер шығаратын ірі экожүйелер ретінде қалыптасып келеді. Цифрландыру үдерісі білім беру философиясын, оқу процесінің құрылымын және әкімшілік басқару жүйелерін түбегейлі өзгертуде. Бұл өзгерістердің негізгі қозғаушы күші жасанды интеллект. Деректерді талдауға негізделген шешім қабылдау жүйелері және кредиттік технологиялардың автоматтандырылуы. Университеттің ақпараттық инфрақұрылымынан бастап, педагогтердің кәсіби құзыреттілігіне дейінгі барлық компоненттер жаңа талаптарға сай болуы тиіс. Білім алушы үшін икемді, қолжетімді және жекелендірілген оқу ортасын құру, жоғары білім беруді модернизациялаудың басты мақсаты болып табылады. Жалпы жоғары білім жүйесіндегі цифрлық трансформацияның негізгі талаптары. Ең бірінші талабы ол цифрлық инфрақұрылымды жетілдіру. Яғни университеттің заманауи талаптарға сай қызмет ету үшін ең алдымен қуатты цифрлық инфрақұрылым қажет. Жоғары жылдамдықтағы интернет, заманауи компьютерлік сыныптар, виртуалды және қашықтан зертханалар, бұлттық серверлер, ақпараттық қауіпсіздік жүйелері оқу процесінің толыққанды цифрлық экожүйесін құрайтын негізгі элементтер болып табылады. Келесі талап ол педагогтердің цифрлық құзыреттілігін арттыру. Цифрлық трансформацияның табысты жүзеге асуы оқытушылардың жаңа технологияларды меңгеру деңгейіне тәуелді. Қазіргі педагог ақпараттық платформаларды еркін пайдалана алуы, электрондық контент дайындауы, онлайн сабақ жүргізуі және жасанды интеллект құралдарын пәніне бейімдеп қолдануы керек. Сондай-ақ заманауи педагогикалық тәсілдерге көшу маңызды. Аударылған сынып, яғни flipped classroom, аралас оқыту, студентке бағытталған интерактивті әдістер, цифрлық білім беру ортасында тиімділігін дәлелдеген педагогикалық модельдер. Мұндай тәсілдер студенттің белсенділігін арттырып, оның жеке қарқынымен жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Келесі талап ол деректерге негізделген басқару моделін енгізу. Білім беру процесін тиімді басқару үшін үлкен көлемдегі деректерді талдау мүмкіндігі қажет. Learning Analytics және Big Data технологиялары университеттің әкімшілік шешімдерін дәлелді етуге көмектеседі. Деректер студенттердің үлгерімі, сабаққа қатысу деңгейі, пәндердің тиімділігі, академиялық тәуекелдер туралы толық ақпарат береді. Бұл көрсеткіштер басқарушылық шешімдерді объективті қабылдауға, оқу процесін жедел түзетуге, студенттерге уақытылы қолдау көрсетуге мүмкіндік береді. Төртінші талап университеттердің ақпараттық жүйелерін интеграциялау. Көптеген жоғары оқу орындарында LMS платформалары, электрондық кітапхана, студенттің жеке кабинеті, электрондық деканат, тіркеу жүйесі сияқты бір-бірімен толық біріктірілмеген ақпараттық ресурстар қолданылады. Интеграцияланған ақпараттық жүйе барлық процесті бір орталықтан басқарып, оқу жоспарын автоматты қалыптастыруға, бағалау жүйесін жүргізуге, студенттік сервистерді жақсартуға жол ашады. Және де соңғы 5-ші талап студентке бағытталған оқу ортасын құру. Яғни қазіргі білім беру философиясының негізгі талабы студенттің жеке қажеттілігіне қарай бейімделген икемді оқу ортасын қалыптастыру. Студент кез келген уақытта оқу материалдарына қол жеткізе алуы, цифрлық ресурстарды еркін пайдалана алуы және жеке оқу траекториясын таңдай алуы тиіс. Келесі слайдымызға көз жүгіртетін болсақ, бұл жерде оқу бағдарламаларын жобалауда жасанды интеллекттің мүмкіндіктері. Оқу мазмұнын талдау және жаңарту. Жасанды интеллект халықаралық стандарттар, кәсіби талаптар, еңбек нарығы трендтері туралы үлкен көлемдегі ақпаратты талдап, оқу бағдарламасының мазмұнын жаңартуға бағытталған ұсыныстар бере алады. Бұл технология ескірген модульдерді анықтап, кәсіби дағдыларға сай жаңа мазмұн ұсынуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде бағдарламалардың өзектілігі артып, студенттер қазіргі заман талаптарына сай білім алады. Бағдарлама және силабус генерациясын автоматтандыру. Жасанды интеллект пәнінің мақсаттарын, тақырыптық жоспарын, оқу тәжірибелік жүктемені, бағалау критерияларын автоматты түрде қалыптастыра алады. Бұл оқытушылардың уақытын үнемдеп қана қоймай, оқу материалдарының құрылымын нақтылауға мүмкіндік береді.
Үшіншісі, бағалау құралдарын әзірлеуде автоматтандыру. Жасанды интеллект тест сұрақтарын, практикалық тапсырмаларды, кейстер мен жобалық жұмыс тақырыптарын автоматты түрде жасай алады. Бағалау материалдарының пән деңгейіне, күрделілік деңгейіне сәйкестігін қамтамасыз етіп, тексеру үдерісін жеделдетеді. Бұл бағалаудың объективтілігін арттырып, студенттің нақты қателерін түсіндіру мүмкіндігін береді. Және де төртінші, студентке бейімделген жеке оқу траекториясын құру. Яғни жасанды интеллект студенттің білім деңгейін, оқу қарқынын, қызығушылығын және әлсіз тұстарын ескере отырып, жеке оқу жоспарын дайындайды. Бұл жүйе оқу бағдарламаларын икемдетеді, студенттің жеке қабілетіне қарай бейімделген сапалы білім алуына жағдай жасайды. Келесі бізде кредиттік технология бойынша оқу процесін автоматтандыру. Бұл жерде бізде ақпараттық жүйелер арқылы оқу траекториясын басқару. Яғни кредиттік жүйе бойынша студенттің оқу жоспары ақпараттық жүйеде автоматты түрде қалыптастырылады. Міндетті пәндер, элективті модульдер, пререквизиттер, постреквизиттер, семестрлік жүктеме сияқты элементтердің барлығы автоматты есептеледі. Екіншісі, пән таңдау процесін автоматтандыру. Яғни адвизор жасанды интеллект жүйелері студенттің мамандығына, қызығушылығына, GPA көрсеткішіне қарай ұсыныстар береді. Бұл кеңесшілік сапасын арттырып, студенттің білімін стратегиялық тұрғыдан жоспарлауына көмектеседі. Үшіншісі, оқу жетістіктерін автоматты бағалау. Кредиттік технологияда бағалау толық автоматтандырылуы мүмкін. Тесттер, тапсырмалар, плагиат тексеру, қалыптастырушы бағалау құралдары жасанды интеллект арқылы жүргізіледі. Төртіншісі, академиялық тәуекелдерді болжау. Learning Analytics технологиялар сабаққа қатыспай қалған, үлгерімі төмендеген студенттерді ерте анықтайды. GPA төмендеу қаупі де алдын ала болжауға мүмкіндік береді. Және де бесіншісі, университет менеджментін автоматтандыру. Жасанды интеллект оқытушылардың жүктемесін әділ үлестіру, аудиториялық жоспарды оңтайландыру, емтихан кестесін автоматты жасау сияқты әкімшілік міндеттерді орындай алады. Қорытындылай келе, жоғары білім жүйесіндегі цифрлық трансформация университеттерге сапалы білім берудің мүлдем жаңа моделін қалыптастыруға мүмкіндік беріп отыр. Жасанды интеллектті қолдану оқу бағдарламаларын жобалауды жеңілдетіп, кредиттік технология бойынша оқу процесін толық автоматтандыруға жол ашады. Деректерге негізделген басқару, оқу мазмұнын жекешелендіру, студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру қазіргі заман университетінің басты артықшылықтары. Осы үш бағыттың үйлесімді дамуы жоғары білім берудің тиімділігін арттырып, болашақ мамандардың сапалы даярлануына негіз болады. Келесі слайдта осы дәрісімізде қолданылған әдебиеттер тізімін қарай аласыздар. Дәрісіміздің жалғасын келесі видеодан тамашалай аласыздар.